Әдетте өкпенің каналында ыстық болатын болса, онда сіздің мына 5 мүшеден, яғни мұрныңызда өзгеріс бола бастайды. Яғни мұрныңыз қызарады, қышиды және деміңіз ыстық бола бастайды. Одан кейін сізде сары қақырық пайда болады. Осы кезден ақ уже білу керек, өкпе каналында ыстық болып жатқан. Ал енді осы өкпенің каналындағы ыстықты кетіретін мен керемет нүкте бар. Ол өкпенің өзінің меридианы орналасқан UG деген нүкте. Қараңыздар, ол нүкте қайсы? Тура мына бас бармақтың мына жеріндегі мына өткен мына бұлшықеттің мына жеріне шетіне қарай орналасқан, үстіне қарай. Мына жерде. Осы нүктені үнемі қайтеміз, уқалап отырамыз. Екі жақ қолдан бірдей уқалап отыратын болсаңыз, осы өкпе каналында болып жатқан ыстықты айдайсыз. Яғни жаңағы сіздің қақырығыңыздың сары болуы, одан кейін деміңіздің ыстық болуы сияқты құбылыстан құтылуыңызға болады. Ақпарат пайдалы болса сақтап алыңыз және өкпесі ауырып жүрген досыңызға жіберуді ұмытпаңыз.